Hold up. Сәлем баршаңызға, ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін біздер жаңа Photoshop сабақ 77-ші сабағымызға кезек береміз. Достар, бұл сабақта мен жай ғана обработка істейміз. Бұл сабақта светокоррекциямен, температурамен және де басқаша түстермен жұмыс істеп үйренеміз. Окей, бұл сабақты мен сәйкестік болар. Өткенде мен осы сабақты шығарам деп жатқан кезде бір жігіт сұрап қалып еді. Сонымен сәйкестік болар осы сабақ. Мен таңдап алған қыз осы. Окей, бірінші инструментке кіріп ағартамыз. Кішкене кривийдан ағартып жібереміз. Кривийдан кішкене ағартып, дәл осылай. Окей, кішкене ағартсақ жетеді достар. Фотоларыңыз енді дәл осы жерде сіздердің фотоларыңыз тұр деп елестетіңіздер. Мінекей дәл осындай фотоның жасалу жолын көрсететін боламыз достар. Окей, FX. FX-ке кіріп енді FX-тің ең соңғы правки деген көзім жетпей тұр. Осы сөзді оқимыз деп жатырмын ғой достар. Осы функцияға кіреміз, ең соңында және де лицаны басамыз. Окей, лицаны басқан кезде бұл жерден біздер шум, яғни бет текстеу, және айтып өткендей ретуш деп аталады. Дәл осылай бүкіл денені текстеп шығамыз достар. Бұл ретуш тағы да басқаша айтылады. Шум және де басқа сіздер камера 160-пен түсесіздер. Бұл ең керемет достар. Бұл адамның бетінің қырын және де өте әдемі текстейді, және де істесеңіздер бұл өте керемет шығады. Дәл осылай бетті, қолды, яғни адамның ашық қалған терісінің барлығını бір жүргізіп өтеміз. Қазға, қасқа, көзге және де ерінге тиіспейсіздер достар. Егер де не болып жатса, мінекей. Енді дәл осылай енді сіздерге результатын көрсетейін. Мінекей қандай өзгерістер болғанын көрдіңіздер достар. Енді инструментке кіріп настройка, яғни светокоррекцияны жасаймыз. Яркость емес, бұл жерде бізге насыщаемыз керек болса, осыны төменге түсіреміз, барынша сары қыламыз. Окей, енді температура. Температура бұл жерде рөл ойнайды, температураны барынша азайтасыздар. Мінекей уже Photoshopқа ұқсап келе жатыр. Мінекей енді FX-ке кіреміз достар. FX-тен енді көрсете салайын. Бірінші правки дәл осылай сақтап қойсаңыздар да болады. Шынымен де достар, өте керемет шығады. Барлықтарыңыз қазір жаз. Барлықтарыңыздың арттарыңызда талдар бар, барлықтарыңыздың үйіңізде тал бар. Енді добавить фотоға кіріп, мен достар астына сілтемеге қалдырамын. Дәл осылай сары түсті нені алып, ең соңғы цветке кіреміз достар. Ең соңғы астынан санағанда екінші цветке кіреміз. Осы үшінші функцияға кіреміз, және де түсті таңдаймыз да, оны қалай дейді, қою сары деп аталады. Бұл ашық қызғылт немесе қою сары. Дәл осыны күн шығып тұрған жаққа мінекей смешайттың ішінен экран барлығын бір тексеріп көресіздер достар. Қолайлысы достар, мінекей осы экран болып табылады. Өте сарғыш болып кетеді, шыны керек. Ең қолайлысы экранды аламыз, кішкене көтереміз, және де енді бұл жерде мән беріп қарасаңыздар, кішкене қоюлығын азайтамыз міндетті түрде. Мінекей ар жақтан күннің нұры түсіп тұр. Әрине міндетті түрде бұл жерге бізге блик керек болады достар. Мінекей бликке кірейік. Бликке кіреміз да достар, күннің сәулесін таңдап аламыз. Күннің сәулесін осылай ашамыз. Достар, қазір айтайын, барлықтарыңызда жаз болғасын талдар бар. Дәл осылай істеп түсіп қойсаңыздар болады. Енді прям мына қыз сияқты емес, осылай түссеңіздер осындай обработка болады. Енді ол кезде барынша телефондарыңыздың алдыңғы камерамен качествомен түсесіздер. Енді әрмен қарай FX-ке кіріп достар, енді міндетті түрде фон таңдаймыз. Подвеска болу керек. Дұрыс оқи алмай жатсам кешірім сұраймын. Мінекей достар, HDR-ді басамыз достар. HDR-мен жай ғана қыздан басқа жерлерді бояп шығамыз достар. Окей, көріп жатсыздар, размытияны несін жан-жанын азайтып, окей. Қыздан басқа жерлерді бояп шығамыз достар. Егер фотоларыңыз сұнық болмаса, беттеріңізге де тигізіп шығуға болады. Окей, дәл осылай шет-шетін бояп шығамыз достар. Бұл енді әдем түскесін, качественный сурет болғасы маған өте оңайға соқты бұны жасау. Достар, мінекей жасалу жолы дәл осылай жасалады. Сіздерге пайдам тисе қуаныштымын. Сіздермен болған мен Мико Про. Сау болыңыздар.